Қазақстан Республикасының сайлау учаскелерінен тыс дауыс беру. Дауыс беру күні денсаулық жағдайы бойынша отбасының сырқат мүшесіне күтім жасау себебінен немесе сайлау учаскелері құрылмаған шалғай жердегі және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты сайлау учаскесіне келуге мүмкіндігі жоқ Қазақстан азаматтары орналасқан жерінде дауыс бере алады. Ол үшін жазбаша өтініш беру қажет. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен кезде сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізімінде тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының 2 мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларға, сенім білдірілген адамдарға және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіні туралы ақпарат береді. Комиссия мүшелері шыққан кезде байқаушылар мен сенім білдірілген адамдар оларға ілесіп жүруге құқылы. Бюллетендер сайлаушыға жеке басты куәландыратын құжат және жазбаша өтініш негізінде беріледі. Бюллетендерді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Құрылтай. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.